Мұны аппаратқа қараңызшы, оның өлшемі қандай? Рюкзактай, әлде машинадай ма? Ал мынау ше, мына жасыл пластиналар. Ғарыш аппараттары фото мен видеоға алыс жұлдыздар мен планеталар ғана көрінетін қара фонда түсіріледі. Сондықтан олардың нақты өлшемдерін бағамдау қиын. 2018 жылы Юпитерге құлайтын Юноны аппараты баскетбол алаңындай. Плутоннан асқан жаңа көкжиек зонды Рояльмен шамалас. Қазіргі GPS жерсеріктер боулингтегі үш жолақтың ауданымен бірдей. Бірінші суретке оралайық. Бұл халықаралық ғарыш станциясы. Бұл адамзат тарихындағы ең үлкен ғарыш кемесі. Ол расымен алып. Оның үлкендігі футбол алаңындай. Ұзындығы 109 метрге тең. Кеменің мөлшері көптеген факторларға байланысты. Ол адам тасуы керек пе, ол неге арналған, жұмысқа қандай құрал жабдық керек, тағы сол сияқты. Ғарыш станциясының негізгі міндеті адамдарға ғарышта болуға жағдай туғызу. Сондықтан оның кеңдігі ішінде жүріп тұру мен ғылыми тәжірибелер өткізуге жеткілікті болуы тиіс. ХГС-тағы тұрғын жайдың көлемі 2 қабатты үймен шамалас. Бірақ бұл 109 метрге энергия өндіретін күн батареяларда кіреді. Олардың әрбірінің ауданы 400 шаршы метр. ХГС орбитаға 1998 жылы шығарылды. Бірақ ол кезде бірақ модульден тұрса, кейінгі 20 жылда станция әлде қайда өсті. Орбитада ХГС-тан ұзақ болған аппараттарда бар. Мысалы, мынаның ұшқанына 30 жылдай болды. Бұл Хаббл телескопы, және ол мектеп автобусындай. Оның міндеті айқын. Бізден триллиондаған километрдегі жұлдыздар мен галактикаларды бақылау. Бұл үшін телескоп өте қуатты болуы тиіс. Сондықтан оған биіктігі 2,5 метрлік айналар қажет. Телескоптың қаншалықты алыптығын көруге болады. Үлкен айналар мына жерде. Әр күн батареясының ұзындығы 7,5 метрден артық. Қара фонда көрінгеннен әлде қайда үлкен. Осының бәрін ескере отырып, мынаның өлшемін айтыңызшы. Сену қиын, бірақ жасыл пластиналар мини-серіктер. Оларды 2018 жылы ұшыру жоспарланған. Олардың әрқайсының ені 3 сантиметр, ал салмағы 5 граммға да жетпейді. Негізгі аппарат аяқ киім қорабындай. Ғарышты зерттеушілер жыл сайын жерден барынша алысқа ұшуға тырысуда. Бұл үшін кері қайтарылмайтын кішкентай жылдам арзан аппараттар керек. Олар ғарыштағы жағдайды барлап, келесі миссияларға дайындалуға көмектеседі. Бұл кішкентай серіктер осыған арналған. Олар жұлдыздарға ұмтылыс жобасының құрамдас бөлігі. Олар өте кішкентай болғандықтан, күн желкені көмегімен жарық жылдамдығының 5-тен 1-дей жылдамдықпен ұша алады. Сөйтіп, бәлкім 20 жылдан соң көрші жұлдыздық жүйе Центаврдың альфасына жетіп қалар. Бірақ адамдар тек серіктерді ұшырмайды. НАСА Марсқа бірнеше ровер жіберді. Мысалы, 1997 жылы Sojourner ровері радиомен басқарылатын машинадай болса, 2003-те ұшырылған Spirit пен Opportunity гольф автомобилінде еді. 2011 жылы шағын джиппен шамалас Curiosity жіберілді. Ал 2020 жылы ұшырылатын ровер нағыз алып болмақ. Инженерлер аппараттардың үлкендігін қажеттілікке байланысты анықтайды. Сондықтан олардың пішіні мен өлшемдері әрқилы болуы мүмкін. Енді ғарыш аппараттардың суретін көргенде, оның нағыз өлшемі қандай екенін білуге ерінбеңіз. It's not just spacecraft. Pictures of space itself can be pretty deceiving too. Find out how they get those crazy images right here. Which spacecraft would you most like to see up close? Let us know in the comments. Please subscribe and come back here for more Seeker.